Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мәдина. Бүгін өте дәмді болып шығатын тауық филесінен шашлык дайындайтын боламыз. Ең бірінші тауық филесін видеода көрсетілгенде турап аламыз. Одан кейін тұз, қара және қызыл бұрыш, горчица, чеснок, бал және соевый соус құйып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін 15-20 минутқа қоямыз. Енді шпажкаға тауық етін саламыз. Бірінші майымызды қыздырып аламыз, одан кейін астын баяу отқа қойып, екі жағынан 3-4 минуттан пісіріп аламыз. Осымен біздің тауық етінен шашлык дайын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.